Қазақтардың арасында қырғыз деген ру бар. Алайда бұл ру қазақтардың арасына қалай келді? Қазақтың белгілі ғалымы әрі саяхатшы Шоқан Уәлиханов өз атасы Абылай хан туралы күні бүгінге дейін жеткен тарихи құжат қалдырып кетті. Міне, атасы Абылай хан туралы Шоқанның өзі жазып кеткен сол тарихи құжатта былай деп жазылған: Абылайға аян беріп отыратын әдеттен тыс әруаққа деген сенім қазақ халқына бұрын соңды болмаған өжеттік тартты. 1770 жылы Абылай Шат асуынан дасып, Тура өзенінің маңында қырғыздарға шабуыл жасады. Таулықтарды өкшелей қуып, ол Шу жазығына дейін айдап салды. Шуға құятын Қызылсу мен Шамси өзендерінің бойында қырғыздар Абылайға қарсы одақтасып, қан кеші жүріп айқасады. Бұл жайында Жайыл қырғыны атты аңыз күні бүгінге дейін бар. Қырғыздардың қырылғаны сонша Солту руының Талқан деген атасынан тек 40 адам тірі қалады. Сонан соң Абылай олжасын артынып-тартынып өзінің Сібір желісіне жақын сүйікті қонысы Көкшетауға қайтып келеді. Алып келген тұтқындары тіпті көп. Қазір олардың ұрпағы Жаңа және Бай Қырғыз деген екі болыс ел болып отыр. Абылайдың Ташкентпен және Ходжентпен соғысы Жизаққа дейін жетіп, шаһарды алумен тынды. Олардың арасында Әзірет Сұлтан, Сайрам, Шымкент, Созақ және басқа қалалар бар. Ал Ташкент алым-салық төлеп отыруға тиісті болды. 1774 жылы Абылай үйсіннің ел ағаларының өтінуі бойынша оларды басқару үшін ұлы Әділді жіберіп, оған Талас өзенінің бойынан қалашық салып берді. Кентке кілең еңбекқор қарақалпақтар қоныстанды. Ұзын саны 71-ге жететін басқа балаларына ол орта және ұлы жүз руларын бөліп берді. Ал өзі әулет басы ретінде рубасыларының ғұрпы бойынша өмір сүру үшін Түркістанда қалды. Сонда 1781 жылы дүние салып, мүрдесі Қожа Ахмет Яссауидің мешіті алаңына жерленді. Міне, ғаламат қазақтың саяси өмірінің желісі осындай. Даңқы дәуірлеп көтерілуіне жеке басының кісілігімен, ақыл парасатының кеңдігімен жеткен ол арыны ауыздықсыз, қызуқанды қызба халықтың қадір құрметіне ие бола білді дейді тарихи құжатта. Абылай ханның дәуірі қазақ батырларының алтын ғасыры болғандығын кімнен жасырасың? Бір қиырда жоңғармен, енді бірде орталық Азия хандарымен соғысып, солтүстікте Ресейдің мұздай қаруланған әскері күн сайын қазақ даласына жақындай түссе, шығыста Қытайды әп-сәтте тізе бүктірген Манчжурлық Цин империясы қанатын мұсылман халықтарына жаюға ұмтылған кездер. Осындай аласапыран заманда елдің тәуелсіздігін сақтау деген екінің бірінің қолынан келе бермейтін саясаткерлік. Бұл жерде батыр әрі жаужүрек болу жеткіліксіз. Шоқанның өз атасы Абылай хан туралы тамаша еңбегінен осынау үзіндіні тыңдаған кезде, мүмкін сіздің көкейіңізде тамаша сезім пайда болған шығар. Батырлар мен хандардың ерлігін айтса, қаны қызбайтын қазақ бар ма? Себебі біз адамбыз. Бір қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, ондай сезімдердің болуы заңдылық. Ендеше сол Шоқан Уәлихановтың дәл осы тарихи құжатындағы мына бір жолды оқып берейін. Мұқият тыңдаңыздар. Балаларына ол қазақ тайпалары арасындағы ру таласын ешқашан түбегейлі шешпе, дүрдараздық пен дау-дамай қашанда хан билігінің тапжылмас таяныш тірегі болу керек деп
ақыл кеңес беріп отырған деп жазды Шоқан. Жалпақ тілмен айтқанда, ел басқарған хандар үшін өз билігін сақтаудың керемет құралы қол астындағылардың бір-бірімен араздығы. Олар қызыл шеке болып төбелескенде әбден әлсіреп, содан соң ханның алдына келеді. Ал мұндайда ханның билігі күшеймегенде қайтсын? Мәселені шешіп бергенде болып, жақсы атақты алатын да билеуші болмақ. Мұны мен емес, басқа емес, сол Абылай ханның тікелей ұрпағы Шоқанның өзі жазып отыр. Енді бірден ашуланбай, асықпай тыңдаңыз. Егер сіз хандар туралы миыңызға керемет аңыз ертегілерді әбден толтырып алған болсаңыз, бірден ашуға булығып, сонда не? Абылай ханды жамандағаның ба? Шоқан ол орыстарға сатылған, анау мынау деп аузыңызға келгенді айтуыңыз мүмкін. Ал қазір мен Шоқанның дәл осы құжаттағы мына сөздерін келтіретін болсам, қазақ хандарының арасында Абылайдай шексіз билікке болған бірде-бір жоқ. Абылай айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Оның жорықтары және батырларының көзсіз ерлігі мен қаһармандығы жыр дастандардың арқауына айналған деген сияқты мақтау сөздерін келтіретін болсам, сіз бірден тыныштана қоюыңыз мүмкін. Сонда бұл не болғаны? Біздің мақсатымыз Абылай болсын, басқа хан батырларды жамандау емес, өткеннен сабақ алу. Біз мынаны білуіміз керек. Алға жылжуымыз үшін әдебиетшілер жазып берген аңыз ертегісі араласып жатқан тарихты тазалап, шынайы болған тарихты қабылдай алуымыз керек. Бір сөзбен айтқанда, тарихты аңыз ертегіге айналдырмай, ғылым ретінде зерттеуіміз керек. Шыңғысханды мысалы моңғол десе, біреу бір нәрсеңізді тартып алғандай орныңыздан ұшып тұрып, ұрса берудің орнына, мына кітапты ашып өзіңіз зерттеп қорытынды шығарыңыз. Орыс жазып берген, басқа жазып берген, Қытай жазып берген тарих деп өте банальный сөздерді қайталай берудің керегі жоқ. Өтініш, бүкіл әлемнің тарихын орыс, Қытай жазған жоқ. Әлемде орыстан да, Қытайдан да басқа тарихшылар жеткілікті. Әр бұрышта әркімнен тыңдап алған, не болмаса өзіне арзан атақ жинап жүрген кейбір жазушы, ғалым сымақтардың видеосын тыңдап алып, айқайлай бергенді қойып, шындыққа көз ашып қарайтын уақыт жетті. Қазір мысалы сіздерге пәленше деген би болған, мынадай батырымыз болған, Шыңғысхан қазақ болған деп мақтай жөнелсем, мына сіздердің көпшілігіңіз мені қолдап іштей риза боласыз. Міне осы арқылы өзіме арзан атақ жинауыма болар еді. Алайда бұл шынайы тарих ғылымына, оны былай қойғанда, сол тарихи тұлғалардың өзіне жасалған қиянат болар еді. Мен өзіме бір ханды мақтап, өзгелерді жамандап, арзан атақ жинағым келмейді. Сіздерге ақыл айтқаным емес. Есіңізде болсын. Өткен шақпен бақытты болу, бұл нағыз бақытсыздық. Дәл бүгінгі күні халыққа қажетті жағдай жасай алмаған кейбір саясаткерлерге де керек осы. Егер халықтың жағдайы жақсарса, мына бүгінгідей тұтынушы емес, өндіруші елге айналатын болсақ, онда сол күні Әмір Темір болсын, Шыңғысхан болсын, тарихи тұлғаларға таласу күлкілі болып, олар жай ғана тарихи тұлғаларға айналады. Не айтқым келгенін түсінген боларсыз.